Баршаңызға сәлем құрметтілерім, сіздермен тағы да Кәусар. Бүгін сіздермен осы қазандардың қатып қалған, қанша ысса да кетпейтін майлардың оңай 5 минутта еріп кетіп қалу жолымен бөлісемін. Бүгінгі әдіс өте ерекше болады. Бұл бұрынғы әдіс, яғни Совет одағынан бері келе жатқан әдіс. Бұл әдіспен жасап көрсеңіз, шынымен де қолыңыз жеңілдейді, қазаныңыз жылтырап, әдемі күйге енеді. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, бұдан да қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ал біз бастайық. Ең алдымен бізге осы 3 зат қажет болады. Біріншісі кальцинированная сода 200 граммы, кір сабын 1 дана және 2 бөтелке осындай канцелярский клей. Алдымен кір сабынды үккіштен өткізіп аламыз. Үлкен кастрөлге үккіштен өткен кір сабынымызды саламыз. Кейін үстіне қалауымызша су құямыз. Кейін газға немесе плитаға суымыз қатты ысығанша бетін жауып қоя тұрамыз. Суымыз қатты ысығанда үстіне жаңағы кальцинацияланған содамызды 200 граммын бірден саламыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып қайнағанша күтеміз. Су қайнаған соң үстіне 2 канцелярский клейді құйып, ішіне қазандарымызды сала берсек болады. Қазандарды салмас бұрын жақсылап араластырамыз. Ыстыққа күйіп қалмас үшін ең алдымен осындай қолғап дайындап аламыз. Бұл өте ыңғайлы болады. Ал енді ыстық массамен ақырын жұмысты бастайық. Бір айта кететін жайт, бұл әдіспен мен бірінші рет эксперимент ретінде жасаған болатынмын. Бұл әдісте түсінгенім, қатып қалған майларды жақсы кетіреді, ал күйіп кеткен күйіктерді оңайлықпен кетіре қоймайды. Бұл жерде мен жалғыз қазан емес, түрлі табаларды, мантоваркаларды жуған болатынмын. Жалпы өте керемет әдіс, жасап көруге кеңес беремін. Осылай майы оңайлықпен ерігенде раковинаға губкамен жуып шайып аламыз және біздің қақпақтарымыз әп-әдемі аппақ болып шыға келеді. Қараңыздаршы, қазанның сыртындағы неше күн ысып кетіре алмаған майлар 2 минут ішінде ғажайып суда қайнап еріп кетті. Мен өзім таңғалған болатынмын. Қазанның сыртын ысып күшім кеткен жоқ. Ал мантоваркаларға келер болсақ, олар бәрінен оңай болды. Құр сумен ақ майлары түсіп кетті. Бұл жерде мантоваркаға және теркаға жаңағы судың жаңасын жасап қайнатқан болатынмын. Бұл кастрөллерді мен көп қайнатқан жоқпын, себебі қатты май кір болған жоқ, шамамен 5-10 минут ішінде жуып шайған болатынмын. Міне, біздің ыдыстарымыз ешқандай энергияны, күшімізді алған жоқ. Осылай әп-әдемі жаңа сияқты болып шыға келді.
Бұл мантоваркалар осындай еді, қайнатып жуғаннан кейін осындай жаңа күйге енді. Және менің көп уақытымды, күшімді алған жоқ. 2 минутта іші сыртындағы майлар еріп түсіп қалды. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер, 100% орындалатын әдіс. Бүгінгі эксперимент сізге ұнаған болса, лайк басып сақтап алыңыз және мені жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алда әлі осындай қызықты әдістермен бөлісетін боламын. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.